жасаймыз. Құмға зерттеу жасаймыз. Жарай ма балалар? Балалар, құм өте сұйық, ұсақ, майда болады екен. Түсі қоңыр болады екен, көрдіңдер ме балалар? Құмды біз балалар, құмды жерден алып келеді екенбіз. Ал енді бірінші зерттеуімізді бастайық. Жер тұрғанда балалар, құм ұшып екінші жерге барып түседі екен, жарай ма? Ал енді алдымыздағы тұрған түтікшені алып, қанекей құмды үрлейікші. Үрлейміз жақсылап. Үрлеген кезде құм ұшып жатыр ма? Байқашы қанекей. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Құм қандай табиғатқа жатады екен балалар? Өлі табиғатқа жатады. Жарайсыңдар. Ал енді екінші зерттеуімізді бастайық. Балалар, алдымыздағы үлкейткіш құралды алайықшы қанекей. Үлкейткіш құралды алып, құмға жақындатайық. Құмға жақындатқан кезде құм қандай болып көрініп жатыр? Майда болып көрініп жатыр. Ал енді үлкейткіш құралды жоғары көтерейік. Ол кезде құмымыз қандай болып көрініп жатыр? Үлкен және ірі болып көрініп жатыр екен, иә? Жарайсыңдар балалар, қанекей көп қоямыз. Ал енді тағы да зерттеуімізді бастайық. Балалар, қараңдаршы. Құмды ұстап көрейікші қолымызға. Қолымызға ұстап көрейік. Құм қандай? Сұйық әрі қандай? Құм жеңіл. Ал енді осы жерде қараңдаршы балалар. Біз мына қазір құмға су құйсақ, құм ылғалданады екен, иә? Қанекей, ылғалданған түрін жасайықшы қанекей. Оңгелді, Сұлтанхан, сен су тамыз құмға, оңгелді Сұлтанхан тамыза ғой су құмның үстіне. Ал қыздар, аяқшамен құмды араластырамыз. Көп құймай болды. Араластырамыз. Құяғыда кішкене құм. Аз болып қалды. Араластырамыз. Фариза араластыр, жақсылап араластыр. Тағы да құш аз болып қалды су кішкене. Болды. Араластыр. Жақсылап араластырамыз. Су құйғанда түсі өзгерді ме балалар? Қараңдар, түсі өзгерді. Араластыра қояйықшы. Болды. Аяқшамызды қоқ қоямыз. Енді ылғалданған құмды қолымызға алайық қанекей. Аламыз бәріміз. Аламыз. Қанекей. Құсап, әдемілеп, домалақтайықшы құмды. Жасаймыз. Қолымызға ұстаймыз. Бұл қандай түр екен? Балалар, ылғалданған және балшық түр екен, көрдіңдер ма? Ал енді бір қолымызға қанекей мына құмды аламыз. Құрғақ әрі сұйық түрін алайық. Ал енді байқап көрейікші, ылғалданған құм қандай екен? Ауыр ма, жеңіл ма? Ауыр. Ал құрғақ құмымыз қандай? Жеңіл екен. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Қанекей қоямыз орнына. Саламыз ылғалданған түрін. Қолымызды сүртейік енді. Қайта саламыз. Қолымызды сүртейік. Қолымызды сүртеміз. Жарайсыңдар балалар, қанекей қоп қоямыз. Балалар, біз қазір неге зерттеу жасадық? Құмға. Дұрыс айтасыңдар. Құм қандай екен? Құмды біз зерттедік қой. Құм қандай екен? Құм жеңіл әрі сұйық екен. Түсі қандай екен? Қоңыр. Құм қандай табиғатқа жатады екен? Өлі табиғатқа жатады екен. Ал енді біз қандай зерттеулер жасадық қанекей? Не істедік бірінші біз? Не істедік? Түтікшемен үрледік. Және екінші тәжірибеде не істедік біз? Үлкейткіш құралменен жарайсыңдар. Ал үшінші тәжірибемізде не істедік біз? Құмға су құйдық. Қандай түрі шықты құмның? Қара. Қандай түрі шықты? Ауыр ма, жеңіл ме? Ауыр. Ылғалданған түрі қандай екен? Ылғалданған түрі қандай екен? Ауыр. Ал мына құмның қандай болды? Жұмсақ. Жұмсақ әрі жеңіл.
жеңіл түрі болды. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі тәжірибемізге өте жақсы қатыстыңдар. Сендерге көп рахмет балалар.